Құрметті көпшілік, Атажұрттың тағы бір жаңалығы, біз мына фото сурет қабырға жасамақшымыз. Бұнда базаға енеді. Бұның цифровой түрін біз базаға енгізбекшіміз. Мысалы, Ертай Сұлтанбек. Және бұл Ертай Сұлтанбектің арызданушы Қазақстандағы туыстарының телефоны, WhatsApp-ы, электрондық поштасы жазылуы керек. Сосын оған кішкентай бір тарихша мынандай жазылу керек. Жазып кішкентай тарих болу керек. Мысалы, Риза Аухан, ол қалай болды, қашан түрмеге кірді, қашан шықты. Мүмкін болса ағылшынша. Ал ағылшынша жаза алмасаңдар, араб жаңағы қазақша болса да жазып келіңіздер. Қазақша болғанда мүмкін болса арабша қазақша емес, кәдімгі кирилл жазумен жазып келсеңіздер болады. Ал міне, мысалы, мына кісіні өте әдемі жазған, мысалы, Мырзан, аты Бақытқан, фамилиясы Мырзан, мынандай кезде туылды, мынандай жаңа Қытайдың саяси түрмесінде деп біз осы фотосалон жасаймыз. Бұл жерде ең маңызды екі фактор. Біріншісі, ол кісі кім, сен кімсің, ол кім, ол қашан Қытайдың қай жерінде не себеппен түрмеге қамалды. Сол қысқа осы 5 факторны. Яғни ағылшынша айтқанда 5W. Who, сен кімсің, whom, ол who. Where, қай жерде, when, қашан, what, не үшін. Осы 5 факторны жазыңыздар. Астына арызданушы адамның телефонын, WhatsApp-ын, электрондық поштасын жазыңыздар. Электрондық пошта болмаса, WhatsApp мен телефон жазыңыздар. Мобайл, немесе сызықша WhatsApp деп қойсаңыздар болады. Бұндағы мақсат не? Біз бұның бәрін халықаралық әр жолы тілшілер келеді, халықаралық ұйымдар келіп, Атажұрт еріктілеріне қазір әлемдік деңгейдегі халықаралық адамдық құқық, кісілік құқық қорғау ұйымы болды. Осы адамдарды көреді, жаңағы оқиғаны танысады. Біз мұнадан фотоның қабырғадағы кәдімгі қабырғадағы реал өмірдегі қабырғасын жасаймыз, және электрондық түрін жасаймыз, электрондық түрін. Сонда кез келген фотоның астында көргенде арызданушының телефоны болғанда халықаралық ұйымдар, халықаралық журналистер сізбенен бізсіз, Атажұртсыз тіке сендермен хабарласатын болады. Оған алаңдамаңыздар. Мен ағылшын тілін білмеймін, немесе басқа шетел тілін білмеймін, мен тек қазақша білемін деп алаңдамаңыздар. Сізбен хабарласатын шетелдік журналистің қасында міндетті түрде қазақ тілді аудармашы болады. Сондықтан Атажұртсыз сізбенен тіке хабарласу үшін барлық байланыстарыңызды қалдырасыздар. Ол біздің жұмысымызға үлкен жеңілдік тудырады. Және Қытайда болып жатқан сұмдық қылмыстарды әлемге аша түсу үшін ол өте пайдалы. Яғни шетелдік халықаралық кісілік құқық ұйымдары менен шетелдік басылымдар, үлкен ақпарат құралдары бізсіз сізбен тіке хабарласқан кезде біздің мойнымыздағы ауыр жүк түседі. Және олар сізбенен қазақ тілінде хабарласады. Сондықтан осы қабырғаға суретін жапсырмаған, Қытайда туыстары қамалған, отбасы екіге айырылған, неше түрлі Қытайдың қитұрқы саясатынан зардап шеккен барлық қазақ атаулы осы қабырғаға мынандай қысқана тілкімшелерге мүмкін болса ағылшынша аудартып, мүмкін болмаса сол қазақша жазып, әдемілеп, астына кішкентай тілкімше мынандай қағаз жапсырып, алып телефонын алып кеп қойыңыздар. Міне бұл Атажұрттың қазіргі ұйымдастырып жатқан екінші бір жұмысы. Ал бұның электрондық түрін жазамыз да әлемге бірақ жариялаймыз. Қазір ақпарат толық түрлі үстінде. Әлемге бірақ жариялағанда бұл осы суретіңмен қосып сіздің жазу телефоныңызбен әлемдік ақпаратқа кеткен кезде міне нағыз үлкен жұмыс сонда болады. Екінші бір нәрсені айттым. Екінші бір нәрсе бланкі толтыру. Оны жаңа әлгінде мәлімдеме тараттым, тағы қайталайын. Атажұрт еріктілері Біріккен ұлттар ұйымының кісілік құқық комитетімен, халықаралық кісілік құқық комитетімен, әйелдер, баладан құқығын қорғау, отбасы бақытын қорғау, неше түрлі мың сандаған халықаралық ұйымдармен ақылдаса отырып, бүкіл осы Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтардың мәселесі бойынша арнайы бланкі графа жасап шықтық. Осы бланкі графаны ресми түрде Атажұрт еріктілерінің Алматы, Астана және Өскемендегі 3 бөлімшесінде толтыра аласыздар. Алматы мен Астанаға жуырда жіберіп береміз. Ал осы Алматыдағысына келіп, бұдан бұрын арызданғаныңыз да бар, арызданбағаныңыз да бар, түрмеден шыққаныңыз бар, шықпағаныңыз бар, түрмеге отырғаны бар, отырмағаны бар, үй қамақта отырғаны бар, соның барлығы осы графаны толтырасыздар. 3 түрлі тілде, қазақ тілінде, ағылшын тілінде қағазға жазылады. Ал сосын тура соның қағазға жазылған электрондық түрде компьютерге теріледі, және бармақ ізіңізді басып, арызданушы адам куәгерліктен өту керек. Біз бұның электрондық түрін әлемнің барлық кісілік құқық ұйымдарына, медиаларына жіберіп беретін боламыз. Құрметпен Серікжан Біләшұлы, 2019 жылдың 16 қаңтары.